Бүгін біз Шығыс Қазақстан облысына кеп қалдық өзіміздің жұмыс іс-сапарымызбен. Осы Атамекен палатасында ауыл шаруашылық өндірушілерімен кездестік. Бірқатар сұрақтар көтерілді. Ең енді өзекті сұрақтар көтерілді. Шыны керек осы шаруалардың жанайқайы деп айтуға да болады. Ең бастысы ол осы біздің Шығыс Қазақстанымыздың әлеуеті өте зор, және оның әлеуетін біз дұрыс пайдаланбай жатқанымызда айтылды. Әсіресе осы біздің Шығыс Қазақстан облысымыз бүкіл мемлекетімізді дән дақылдармен қамти алатын бәрімізді енді көзіміз жетіп жатыр. Себебі біліп жатырмыз қандай бізде енді мөлшерде айтып жатыр ғой, 60 центнерден асып жатыр қыстық бидайымыз, жаздық бидайымыз енді 40-45 центнер болып жатыр. Бұндай енді өнімділік біздің басқа өңірлерімізде ешқай жерде жоқ. Сондықтан да бұл енді бәрімізге белгілі, осы Шығыс Қазақстан облысында осындай бүкіл Қазақстанымызды дән дақылдармен қамти алса, онда мемлекет тарапынан да көзқарас ауысу керек. Оның көзқарас ауысу керек деген неде? Бұл біз қаржы бөлген кезде шетелдік дән дақылдарды қолдау емес, өзімізде Қазақстанда шығарған дән дақылдарды қолдасақ, онда өзіміздің де дәнімізді және біз басқа елдерге де тәуелді болмаймыз. Бұл өте маңызды мәселе. Себебі мысалға ертең басқа мемлекеттер бізге дән дақылдарын жауып тастаса, онда біз осы дән дақылдарға, тұқымдарға тапшы болсақ, онда ертең нансыз қалуы да мүмкінбіз. Сондықтан да бұл енді азық-түлік қауіпсіздік мәселесі. Осы мәселені біз өзімізге түртіп алдық. Құдай қаласа, оны Астанаға келгесін осы мәселені ауыл шаруашылық министрлігіне көтереміз. Одан басқа енді тағы да басқа бірқатар мәселелер көтерілді. Бұл кадрлық мәселесі өте үлкен мәселе, ветеринарлық мәселе, енді бұрыннан бері келе жатқан мәселе. Бізде енді бірқатар аурулар осы 5-6 жылдың ішінде қатты өршіп кетті. Осыған қатысты енді үлкен реформалар қажеттілігін біз осы жерде талқыладық. Осы мамандармен, эксперттермен, тәжірибесі бар тәжірибесі бар мекемелердің өкілдерімен талқыланды. Өзімізге де оны да түртіп алдық. Тағы басқа, енді менің ойымша, бұл бәсекелестікке, біздің қазақстандық өнімдің бәсекелестікке сай болуына біздің мемлекет тарапынан қандай көмек керек екенін сонда талқыладық. Әсіресе жаңағында маған қатты ұнап қалғаны, осы біздің өзіміздің жүнімізден, өзіміздің меринос жүнімізден шұлық шығарып және басқа өнімдерді шығарсақ, оны ертең біздің сөремізге жете алмай тұрғанына шынымен де оған енді қарнымыз ашады. Себебі енді шын патриот болсаң, онда біріншіден патриот дегенне ол қалай менің қимылым менің мемлекетіме көмектесе алады. Ол қимылым деген кезде әр жаратқан теңгем, әр барып атқан, тұтынып атқан өнімім. Сондықтан да біз енді осы жерде менің ойымша не болсын, сүт шығаратын завод болсын, немесе шұлық шығаратын завод болсын, немесе тұқым шығаратын завод болсын, ол жерде ешқандай айырмашылық жоқ. Біз барлығымыз осы тұтынуды мемлекеттен көмекті бірдей қылып, оны осындай өндірушілерді басқа сырттан келетін өнімге дұрыс бәсекелестікке сай болуға мүмкіндік бере алатын сондай көмек жасау керекпіз. Осындай мәселелер көтерілді, және де олардың енді Астанаға жеткесін егжейлі-тегжейлін оның барлығын зерттеп, қалай қолдауға болатынын барлығын министрліктермен, үкіметпен талқылаймыз.